біз сендермен ертегілер әлеміне қонаққа барамыз. Ауылға ата мен әжеге қонаққа барамыз. Ал ендеше қане бір-біріміз амандасып алайықшы. Қане шапқы шеңберін айтып жіберейік. Біз бардың кен басқан, дос қошағын кен басқан, тілегіміздің ашық болсын көңіліміз, мықты болсын іргеміз, бәрімізде біргеміз. Қане балалар, біздің ата мен апаның ауылында қандай жан-жануарлар өмір сүреді? Қазір біз сол жануарлардың дыбысын естиміз және аттарын атап өтеміз. Дайынсыңдар ма? Қане ендеше мұқият тыңдаңдар. Міне бұл мына жерде тұрған біздің атымыз екен балалар, иә? Ал сиыр да мына жақта тұр, міне қараңдар. Тағы жоқ. Міне қойдың дыбысын естідіңдер, және мына жерде тұрған түйенің дыбысын естідіңдер, иә балалар? Балалар, апа мен атаның ауылында дәмді бауырсақтар бар екен. Ал бірақ бізге ол бауырсақтарға жету үшін жолда неше түрлі кедергілер бар екен. Түлкі, қасқыр, аю бізді ол бауырсақтарға жібермеймін дейді. Ал ол үшін біз қазір тапсырмаларын орындаймыз, кейін апа мен атаның ауылдағы бауырсақтарға қонаққа барамыз. Келісеміз бе? Жарайсыңдар. Қане енді орнымызға отырамыз. Балалар, мұқият тыңдап алыңдар. Қазір біз сендермен мына ұнтақ жарманың көмегімен бауырсақты жасаймыз және оның жүретін жолдарын жасаймыз. Дайынсыңдар ма? Оны қолмен жасаймыз. Қане мен ортаға қояйын. Балалар, бірінші қауіпсіздік ережесін сақтап алайық. Мына ұнтақ жарманы ауызға салуға бола ма? Болмайды. Бір-бірімізге шашуға бола ма? Болмайды, жарайсыңдар. Ал ендеше қане аңсар бастай қой. Саусағымен айналдырып, нан домалақтап, бауырсақты жасай қой. Жарайсың. Ал енді оның астына жолдарын жасаңдар. Қане аянат жасай қой жолдарын. Лай жолдарына түзу жол ерелетіп, аңсар сен де жасай қой келесі шетінен. Ой, жарайсыңдар, аянаттың жолы түп түзу екен. Аңсардың жолы да түп түзу екен. Біздің бауырсағымыз еш кедергісіз орманда домалайтын болды. Ал балалар, сендердің жолдарың өте әдемі болып шықты. Енді аянат сен айта қойшы, сенің жолың жуан ба, жіңішке ма? Жуан екен. Аңсар сенің жолың қандай? Жіңішке екен. Ал біздің жолдарымыз түзу ма, жоқ қисық па? Түзу екен, жарайсыңдар. Ал енді айтыңдар, біздің жолымыз ұзын ба, қысқа ма? Ұзын. Қол соғамыз өзімізге. Жарайсыңдар. Қане шапалақтай қойыңдар. Балалар, біз сендермен қазір топқа бөлініп, өз тапсырмаларымызды орындайтын боламыз. Мына біздің бірінші топтың орындайтын тапсырмасы ата мен әженің киіз үйін сәндейтін әдемі текеметтеріміз балалар. Бұл жерде қандай оюдың бейнесі бейнеленген? Қошқар мүйіз, жарайсыңдар. Бұлардың түстері де әртүрлі екен, балалар, иә? Міне біздің алдымыздағы мына балалармен қазір біз осы қошқар мүйізді сәндейтін боламыз. Мына моншақтардан өткізе отырып, айналдырып, жұмыс жасаймыз. Міне көрдіңдер ма? Әр моншақтан осылай бауды өткіземіз. Жұмысқа дайынсыңдар ма? Ал ендеше сендер бастай қойыңдар. Балалар, не қараңдаршы, сендердің оюларының көңіл күйі болмай тұр. Неге? Себебі әдемі болмай тұр, балалар, Осы оюды сәндейміз ба? Ендеше біз осы оюды сәндеу үшін тары дәндерін үстіне қолымызбен жабыстырайық. Қане жұмысты бастайық.
бізді бауырсақты айтып, қарнымыз әбден ашып кетті, иә? Енді өзіңізге әдемі бауырсақ пісірейікші, дайынсыңдар ма? Жарайсыңдар. Ол үшін мына қамырды қазір мен сендерге беремін. Осы қамырды саусақтарыңмен басып, мына тақтайшаның бетінде жаясыңдар. Қайын, бастай қойыңдар. Басыңдар, қолдарыңмен басып, о, аңсар керемет басады екен ғой. Басыңдар. Ең бір балалар, міне қараңдаршы, бізге бауырсақтың өзі қонаққа келіп қалыпты. Осы бауырсақпен бірге қазір біз сендермен көзімізге жаттығу жасап алайық. Келісесіңдер ма? Жарайсыңдар. Қане онда әдемі түзу тұрыңдар. Көздеріңмен бауырсақ қай жаққа қарай домалайды, тек көзімізбен біз де сол жаққа қарай бауырсақтың артынан қарайтын боламыз. Қане дайындаламыз? Қане бауырсағымыз жоғары қарай домалады. Бауырсағымыз төменге қарай домалап бара жатыр. Бауырсағымыз солға домалап бара жатыр. Бауырсағымыз бауырсақ қандай әдемі, бауырсаққа қарап көзімізді жұмып ашайықшы қане. Көзімізді жұмамыз. Ашамыз. Жұмамыз. Ал ендеше әжемізді қонаққа шақырайық. Қане қол шапалақтай қойыңдаршы. Ой, амансыңдар ма балаларым? Сәлеметсіздер әже. Сәлеметсіздер ме? Жағдайыңыз қалай? Шүкір. Балалар, бүгін сендер менің үйіме келіп қапсыңдар. Бауырсағымды жасапсыңдар. Рахмет. Мен соған құрғол келмедім. Немерелеріме сыйлық ала келдім, өзінің қоржынымның ішінде толған сыйлықтар. Рахмет айтайықшы балалар. Әже, ой қандай керемет сыйлық балалар, қараңдаршы. Бауырсақты сәндеп тұрып, түрлі түсті қып бояндар, я балалар, я? Ой, мына қоржын. Рахмет сізге әже, рахмет. Ой, рахмет. Ал балалар, әжеге сау болыңыз дейсіз. Ал балалар, сендерге бүгінгі өткен іс-әрекетіміз ұнады ма? Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, осымен біздің ертегіміз аяқталды. Бүгінгі ертегілер әлеміне саяхатқа шығу сендерге ұнады деп сенемін.